Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бүгін Динара Балабек тәмталығын дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, Динара Балабек. Сонымен қатар лайк, комментарий басуды ұмытпаймыз. Ұнап жатса өте жеңіл, әрі тез дайындалатын тағам. Бізге қажетті 300-400 грамм ет, әртүрлі ет болса болады, қойдың еті, жылқының еті, сонымен қатар 4-5 картошка, 2 пияз, 2 сәбіз. Қазанымызды қыздырып алып, отта үстіне майды құямыз қажеттілігі бойынша. Және де етімізді саламыз. Қызып тұрған майдың үстінен жақсылап араластырып, отты сәл жаймен қойсаңыздар болады. Етіміз сонда қатты күйіп піспейді. Осылай араластырып, етімізді біраз пісіріп аламыз. Еттің суы шыққан соң, өзінің суында біраз пісірген өте ыңғайлы қазан қалпағын жауып 5-10 минутқа қалдырамыз. Бұқтырылып піседі. Келесі үстінен дайын туралған пиязды саламыз. Өздеріңіздің ұнаған қалыпта жасаңыздар болады, яғни көбек немесе әртүрлі формада турап. Келесі сәбізімізді саламыз квадратик түрде. Және де әртүрлі демдеуіштер, приправалар, яғни лавра жапырақтары и корейский тұз. Сонымен қатар томат и және де свежий помидор қоссаңыздар да болады, өте дәмді болады. Менде холодильникте бар заттарды қосып жатырмын. Сонымен қатар картошканы тоже көбік турап алып, біраз араластырып, жақсылап қуыратын боламыз. Осылай келесі қажеттілігіне қарай үстінен сәл көтеріліп тұратындай су құямыз, қайнаған күтеміз. Келесі лағман суын дайындаймыз, яғни келесі үлкен кастрөлге суды айдап, астына отты жағып, суымызды қайнатамыз. Қайнаған соң үстіне бір қасық тұз саламыз да. Менде дайын лағман өте ыңғайлы, тез дайындауға, созуға уақыт көп кетпейді. Салып, қайнап тұрған суға 5-10 минут қайнатып аламыз. Өте әдемі тесті, көбінесе супермаркеттерде сатылады. Өте ыңғайлы, тез дайын болады. Әсіресе үйінде баласы көп, әйел затқа қолын біраз жеңілдетеді. Қолмен созуға да болады, бос уақытыңыз болса. Бізде осылай әдемі лағман дайын болды.